welcome to my today's new lesson. So, welcome, and let's just start. First, subscribe to my channel and like this video, and importantly, share this video with your friends. So let's start. So today's topic will be so exciting because we will say about new topic, new things. That the topic is verb. So this topic is help to us learn past simple, also present perfect, and etc. And we need to learn first this topic's verb, like that irregular verb part, verb one, verb first, verbs second, verb three, and etc. So, баршаңызға қайырлы күн достар, сізбен бірге бүгінгі сабақта болатын мен айтылған, және бүгін біз сізбен бірге өте ерекше тақырыптардың бірі етістік тақырыбын қозғайтын боламыз. Бүгінгі тақырып жалпы алдағы уақытта present simple, past simple, present perfect, continuous, сол сияқты тақырыптарға үлкен көмегін тигізеді. Өйткені біз дәл бүгінгі сабақта етістіктердің бірінші шағы, екінші шағы және үшінші шағы деп бөлінетін етістіктермен бірге танысатын боламыз. So, let's start. Welcome to my new lesson. So, let's start. Жалпы verb express. Жалпы verb деген бізде ағылшын тілінде verb деп айтылса, қазақ тілінде етістік деп айтылады. Біз етістікті ағылшын тілінде үш түрге бөлеміз, иә. Біріншісі ол физикалық етістік, яғни action, physical actions. Ол бізде реально қозғалыстан пайда болатын іс-әрекетті біз physical action дейміз, иә. Физикалық тұрғыда біз оны жасаймыз. Ал енді mental actions ол ойлану, сол сияқты. Оны физикалық түрде жасамайсыз, оны ойлайсыз, сол сияқты ойлау етістігін біз mental actions деп айтамыз. Ал енді үшінші түрі ол бізде states of being. Яғни дәл қазір мысалы маған өте ыстық болып жатқаны біз status of being болып жатқан іс-әрекеттерге қосамыз. Жалпы күнделікті өмірде мысалы бұл үш етістіктің барлық түрлері сізге кездеседі, бірақ жалпы сөйлем құрастыру үшін де, өмірін сұрау айту үшін де сіз physical actions, физикалдық етістіктерді қолданасыз. So, what is it? What about verb? Verb туралы не білеміз? Және де бүгін не үйренеміз? Сол жайлы айта кетейін. Сіздерге айттым, я, action verbs ол бізде физикалық тұрғыда жасалынады. Мысалы, мен сіздерге сөйлеп жатырмын, осылай қолданымды қимылдап түсіндіріп жатырмын. Бұның барлығы бізде action verbs, қолмен істеп жатырмын. Яғни бұның барлығы бізде физикалды етістік. Ал енді мен қазір маған ыстық болып жатқаны, мысалы, қазір маған ыстықта, мне очень жарко. I'm so hot, маған ыстық. Бұл бізде етістік тоже, но физикалдық емес, ол дәл қазір болып жатқан status of being деген етістік. Ал енді күнделікті өмірде action verbs қолданамыз дедік. Оларға мысал келтіретін болсақ, біз күнделікті тамақ жейміз, ол бізде физикалық тұрғыда орындалатын іс-әрекет, сондықтан action verbs деп атаймыз. Сонымен қатар go to school or go to cinema, go to every time, so кез келген жерге біз бара аламыз, иә. Сондықтан біз оны go to деп жаңа мысал етіп алдық. Оның өзі физикалдық етістік. Біз екі аяғымызбен былай жүргеніміздің өзі физикалдық етістікке жатады. Және де бізде үшінші берілген етістіктің түрі ол play, ойнаймыз. Түрлі аспаптарда ойнаймыз, жай ғана бір ойын түрлерін ойнаймыз. Оның барлығы адамның дене мүшелерімен істелінетін іс-әрекет болғандықтан біз оны action verb физикалды етістікке жатқызамыз. So, жалпы етістіктің өзі бізде екі түрге бөлінеді. Я айттым, я, етістік үш түрге бөлінеді. Ол физикалдық етістік, яғни етістік түрлеріне қарай үш түрге бөлінеді. Физикалдық етістік, mental actions, я ойымызбен ойлайтын, ой сана жүйесі арқылы жасалынатын етістік. Үшіншісі ол бізге қандай бір нәрсенің әсер етуі, оның өзі бізге етістік болып тиеді. Бұл біздің етістіктің түріне қарай үшке бөлінуі. Ал енді етістік жалпы ережеде екі түрге бөлінеді.
regular verbs and irregular verbs. Regular, irregular. Жалпы мағынасы неде? Қазақ тілінде бұндай тақырып мүлдем жоқ. Дұрыс етістік, бұрыс етістік деген жоқ, иә, қазақ тілінде. Бұл тақырып тек ағылшын тілінде ғана кездеседі. Regular, irregular дегеніміз дұрыс және бұрыс деген мағынаны білдіреді. Ағылшын тілінде етістік екі түрге бөлінеді. Дұрыс етістік, бұрыс етістік. Дұрыс етістік деген сіздерге дұрыс деп тура мағынада, ал енді бұрыс деген ол бізде дұрыс емес деген сөз. Дұрыс етістік пен бұрыс етістікті біз қай жағдайда қолданамыз? Егер сіз өткен шағыңызды, мысалы past simple арқылы, past simple бізде өткен шақ деп айтылады ғой. Өткен шағыңызды айту үшін сіз етістіктің бұрыс жағын қолданасыз. Өйткені ол өтіп кеткен бұрыс етістікті қолданасыз. Сол жағдайларда бізге осы regular and irregular атты екі түрлі етістік қажет болады. English verbs, regular, irregular. Мысалы, дұрыс етістік сіз past simple'да өзіңіздің өткен шағыңызды айту үшін етістік қолданасыз. Егер ол етістік дұрыс болса, ол етістікке ed жалғауы жалғанады. Ал енді ол етістік бұрыс болса, етістік түбегейлі түбірімен өзгереді. Немесе жай ғана оқылуы өзгеруі мүмкін, жазылуы дәл сол қалпында қалып, оқылуы ғана өзгеруі мүмкін. Ол жағына арнайы кесте бар, сол кестеге көз жүгірте отырып қарап шыға аласыздар. Жалпы regular, irregular етістіктеріне анықтама берейік. Regular verbs are verbs whose simple past and past participle are formed by adding the suffix ed. Regular етістік дегеніміз ол бізде дұрыс етістік. Дұрыс етістік past simple'да да present perfect, past participle деген бізде present perfect. Present perfect'те де қолданылады. Қолданылған жағдайда бізде ed деген суффикс жалғаймыз, ол етістікке. Ал енді irregular verbs, бұрыс етістік дегеніміз are verbs that form their simple past and past participles in some way other than by adding the suffix ed, but they are all the барлық етістік өзгереді. Жалпы irregular verbs деген бізде бұрыс етістік дегенді білдіреді. Бұрыс етістік бізде past simple'да да present perfect'те де түбегейлі өзгереді. Немесе сонымен қатар арасында кездесіп жататын етістіктер бар. ed суффиксін жалғаймыз. Ал енді how to use irregular verbs. Irregular verbs біз қалай қолданамыз, қай жағдайда қолданамыз? Жалпы irregular verbs дегеніміз не? Сол жайлы айтайық. Irregular verbs. How to use irregular verbs? So, the answer is that irregular verbs are one of the hardest parts of the modern English language because they are all a little different. Since there is no formula, English speakers have no choice but to memorize each one, along with their special forms. So, irregular verbs деген бізде ағылшын тіліндегі ең қиын, ең ауыр тақырыптардың бірі болып табылады. Өйткені бұл етістікке арнайы бір формула жоқ, арнайы бір қойылған ереже де жоқ. Әр жағдайда әр түрлі болып өзгеріп кете береді. Бірақ 50 шақты етістік бар, точно өзгеретін. Қазір сіздерге оны таныстырамын. Формуланың болмауының себебі ағылшын тіліндегі спикер, сөйлейтін адам етістікті past simple'да қолданатын болса, past simple шағында, present perfect шағында қолданатын болса, present perfect шағында қолдануымыз керек. Бұл бізде ешқандай бір айтады ғой, мағынаны білдірмейді. Біз қазір мен сіздерге бір таблица беремін, етістіктердің өзгеру шағына байланысты. Сол таблицаға байланысты жаттау керек. Қолданатын кезде сол таблицасын көз алдыңызға елестеп, сол таблица арқылы сол етістікті жеткізу керексіз. The 50 most common irregular verbs. Сіздерге 50 өзгеретін irregular, бұрыс етістіктердің таблицасын шығардым. Base form деген бізде өзінің
түбірі, бастапқы шағы. Past simple деген бізде өткен шақ, past simple. Participle деген бізде present perfect. Perfect ол алдағы уақытта өтеміз. Жалпы past simple деген сарыда берілген, past simple деген бізде verb second, екінші етістік. Participle дегеніміз verb 3. Ал енді дауыстап сіздерге айтайын. Awake, awoke, awaken, оқылуы. Барлығын оқып берейін, өйткені әрқайсысы әртүрлі оқылады. Бірдей жазылса да, әрқайсысы әртүрлі оқылады әр кезде. Сондықтан сіздерге дыбыстап бергенім жақсы. Сіздер жазып алсаңыздар болады. Осылай дәл осы таблицаны дәптерлеріңізге түсіріп, жанына болады ғой, дыбысталын жазатын, сол тілде жазып алсаңыздар болады. Awake, awoke, awoken. Be was were been. Blow, blew, blown. Build, built, built. Buy, bought, bought. Each cut, cut. Choose, chose, chosen. Dream, dreamed, dreamed. Drink, drank, drunk. Eat, ate, eaten. Fall, fell, fallen. Fight, fought, fought. Fly, flew, flown. Freeze, froze, frozen. Екінші шағын, екінші таблицаға көштік келесі жағындағы. Quit, quit. Read етістігі бізде жазылуы үш жақта да бірдей болып қалады. Бірақ оқылуы әртүрлі. Өзінің бастапқы түбірінде read деп оқылса, past simple'да read, participle'да read. Read. Көп жағдайда read деп оқыла береді. Read. Write, wrote, written. Run, ran, run. Say, said. Seek, sought. Sell, sold, sold. Send, sent. Shake, shook, shaken. Shine, shone, shown. Sing, sang. Sing, sang. Sit, sat. Sweep, swept. Grow, grown. Heard. Hide, hid, hidden. Hold, held. Now. Wait. Live, left. Went. Lie, lay. Was, lost. Pay, paid. Spend, spent. Spread. Stand, stood. Steal, stole. Swear, sworn. Swim, swam. Teach, taught. Tell, told. Sing, thought. Wear, worn. Write, wrote, written. Және де ең соңғы сөз қалып кетіпті. Understand, understood. Түсінді, сол сияқты. Жалпы бүгінгі тақырып осымен тамам. Бүгін біз сіздермен бірге етістіктің түрлеріне қарай неше түрге бөлінетінін өттік, 3 түрге бөлінеді. Физикалды, менталды және де сіздерге әсер ететін етістік. Одан кейін біз action wordпен таныстық. Action word деген бізде физикалдық тұрғыда дене мүшеміз арқылы қозғалынатын, реально адам қозғалған кезде болатын іс-әрекет. Одан кейін біз етістіктің екі түрін өттік: regular, irregular. Дұрыс етістік, бұрыс етістік жайлы өттік. Regular етістікке біз қалай түсіндірсем болады? Болады ғой, сіздер өткен шақты айту үшін, мысалы қазақ тілінде мен оқып қойдым дейсіздер, мен дәл қазір болып жатса, мен оқып жатырмын, одан кейін 2 сағаттан кейін мен оқып қойдым дейсіздер. Енді оқып қойдым дегенді біз мысалы read дегенді өткен шақты айту үшін біз сол past simple'ды қолданып, таблица read қой екінші шағы, сол read деп айтып солай жазамыз. Егер ол бізде дұрыс етістік болса, мысалы, мына таблицадағы етістіктерден басқасының барлығы бізде дұрыс етістік, сол дұрыс етістіктердің барлығына ed жағамыз. Мысалы, мына таблицада play деген сөз жоқ, play деген етістік, демек бізде дұрыс етістік. Дұрыс етістік болса, біз оған ed жағаймыз. Мысалы, одан басқа да етістіктер көп. Мысалы, play, ой, жетіспей қойды.
мына таблицада бізге берген осы жерде таблица бұрыс етістік болады, және бұл етістіктердің барлық түбірі полностью өзгереді, немесе сол етістіктердің соңғы әріптері өзгереді. Мысалы, мына жердегі бір сөз алайық, build сөзі. Build сөзінің соңғы әріпі D болады, екі жақта да ол бізде T болып өзгереді. Сол сияқты өзгереді, немесе полностью түбірмен өзгереді, иә. Осы таблицадағы сөздерден басқасының барлығы бізде дұрыс етістік, оларға ed жалғанады. Бұл таблицада сізде беріп тұрған етістік жоқ па? Тогда онда ол етістікке сіз ed жалғауын жалғайсыз. Және де ескере кететін жайт, бір етістік бар, go деген, бару деген. Go деген етістігі бізде полностью түбірмен өзгереді. Екінші жақта went болады, үшінші жақта gone болады. Go, went, gone болады. Жалпы бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер сабақ сіздерге ұнаса, міндетті түрде арнаға тіркеліп, лайк батырмасын басып кетіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге regular, irregular verbs жайлы білдік, action verbs, сонымен қатар берілген анықтамаларды тоже жазып қойыңыздар дәптерлеріңізге, өйткені болашақта керек болады. Соның және ескертетін жайт, сіздерге осы берілген кестені толығымен жаттап жүріңіздер, өйткені реально любой момент сіз өткеніңіз жайлы айтатын болсаңыз, тіпті speaking club'тарда оның барлығы сіздерге керек болады, үлкен көмектерін тигізеді оның жаттағаныңыздың өзі. So, the end of today's video, today's lesson. So today with you was I talking, and I think today's lesson will be so interesting and understandable. So goodbye for everyone. Баршаңызға сау болыңыздар дегім келеді. Келесі сабақта кездескенше, өйткені біз келесі сабақта past simple тақырыбын өтеміз. Past simple'да бізге осы етістіктің екінші шағы көмекке келеді. Сондықтан жаттап жүріңіздер. Егер сабақ ұнаса, міндетті түрде пікір қалдырып кетіңіздер. Егер сабақ түсініксіз болса, түсінбеген жерлеріңізді жазып кетіңіздер. Мен барынша сіздерге түсіндіруге тырысамын. Осымен бүгін тамам. Қош сау болыңыздар. Всем пока. Достарыңызбен бөлісуді ұмытып кетпеңіз. So, goodbye. Thank you for watching.